Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін ешкі жайлы емес, ешкілерді бағып жүрген жер жайлы айтатын боламыз. Әрине, бұл жер емес, бұл да емес, тіпті бұл жерде емес. Міне осы жер Қарағанды облысы, Ақтау. Жері тасты, қурайлы, терек талды, сулы, ешкіге қолайлы. Жалпы 4 түліктен тек ешкіге қолайлы. Бірақ та бүгінгі әңгіме бұда емес. Жалпы бізді толғандырған жер су атаулары. Елімізде жер су атаулары ондағы жан жануарлар, құстар мен өсімдіктеріне де байланысты қойылған. Ата-бабамыз табиғатпен тікелей байланыста болған. Ондағы әр құбылысты қалт жібермеген. Мысалы, аң атауларына байланысты Алматы облысында Текелі деген тұмса табиғаты бар жер бар. Арқарлы деген асу бар. Және сол сияқты аюлы, қоянды, зерен деген аңға байланысты зеренді, құланға байланысты құланды. Және сол сияқты солтүстікте Шағалалы, Шортанды деген өзен көлдер бар. Климатқа да байланысты дәл солай. Бұл күнде біздер Осакаровка деп атайтын жер аса қарлы деген мағынада. Ал Омск, Омбы, яғни қалың қарлы жер дегенді білдіреді. Тіпті өсімдік атауларына да байланысты жуалы, ошағанды, қарағайлы, Ақтөбеде қурайлы, Алматыда алмалы, тіпті мынау біз ешкі бағып жүрген осы дала Сарыарқада қарағанды. Қараған бұл бұталы ағаш. Шөлді және таулы аймақта 4000 метр биіктікке дейін кездеседі. Топырақ талғамайды, құрғақшылыққа, суыққа төзімді өсімдік. Осы бір бұталы ағашқа байланысты қарағанды аталады. Сіз өзіңіз бұдан басқа қандай табиғатқа байланысты жер су атауларын білесіз? Комментарийге жазып қалдырыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған ғылым және ауыл арнасы, оның жетекшісі Сарыбай Нұрғиса Қыдырбайұлы.